зерттеуімізді бастайтын боламыз, иә? Бүгін көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жарайсыңдар онда. Бүгін біз нені зерттейді екенбіз, балалар? Балалар, бүгін біз қызанақты зерттейді екенбіз. Қызанақтың топырақтан қалай өніп шығуын, оны қалай егу керек екенін, оны қалай күтіп-баптау керегін бүгін үйренетін боламыз және оны өзіміз қолымызбен жасап, зерттеп көретін боламыз. Оның үшін бізге алдымен мынандай ұрық керек болады, иә? Помидордың қызанақтың ішінде дәріленген ұрықтары керек екен. Ал міне балалар, одан кейін бізге мына жерде құнарланған дымқыл топырақ керек екен, иә? Осы топырақты алып біз қазір мына жердегі ұрықтарымызды алып егетін боламыз. Өте көп ұрық салмаймыз, екеу немесе үшеу егеміз, иә? Қане, бірінші топырақтарымыздан орын ашып алайық ұрыққа. Міне, қараңдаршы балалар, міне мынандай ашып аласың деді. Аха, жарайсыңдар. Иә, солай. Енді мына жерден ұрықтан алып егеміз. Қане, сендер қолдарыңа берейін. Қане. Әкелсең қолын. Міне. Енді осы ұрықтарды мінекей қопсытылған, жұмсартылған топыраққа, құнарлы топырағымызға осыны егеміз. Тағы да оны тез өніп шығу үшін не істейміз оның үстіне? Су құйып, тағы су құйып, міне бала егеміз. Оның үстін жауып бекітіп қоямыз. Сол кезде ол өзі неше күнде өніп шығады екен? Аха, 5-6 күннің ішінде өніп шығады екен, иә? Ал енді бала егіле ма? Үстін жай ғана топырақпен басып бекітіп қоямыз. Қане, аха, жарайсың. Енді әлемді су құямыз. Қараңдар, енді оны дымқылдандырып, не істейміз? Үстін ләмдендіріп, су құйып. Шөлді деп есептейміз, енді араға есептейміз. Аха. Дін аңыз. Көсірға бере ғой. Аха. Енді? Болды. Көп қатты су құйып жүргенде ол ұрықты не істеп кетуі мүмкін ұрық қатты дымқыл жерде шіріп кетуі мүмкін. Соның үшін біз азғана бетін дымқылдандырып сеуіп отырады екенбіз. Енді бұның үстіне не жауып қоямыз? Салақан жауып қояды екенбіз, балалар. Енді салақан жауып бұның неше күнде көгеретінін бақылайтын боламыз. Өткенде осыдан 5 күн бұрын помидорды не істедік? Құнарлы топыраққа оны ектік, иә? Енді қараңдаршы, топырақтарға көгеріп шыққан ба? Көгеріп шыққан, иә? Қанша құлақ болып шыққан? 2 құлақ болып шыққан екен, иә балалар? Ішіне 2 құлақ болып кішкентай болып енді өсіп шығыпты. Ал балалар, біз бұл топырақтан басқа да тағы да қалай егуге болады екен помидорды? Біз гамзет тастары арқылы егуге болады екен, иә? Жүріңдерші балалар, гамзет тастары арқылы егуге помидорларымызды көрейік. Біздің помидорларымызды топыраққа, құнарланған топырақтан басқа гамзеттердің ортасына қойып, осылай егуге болады екен. Гамзеттің тастың ортасына помидорларымызды, біз еккен помидорларды көшеттеп отырғызып, оны өстіге болады екен. Өсіруге болады екен, иә? Бұның асты су тоқтамай не істеп тұрады? Су ішіп тұрады екен, иә балалар? Тағы да бізге осы помидорлар өте әдемі болып өсу үшін, жапырақтарын нығайып, жақсы өсу үшін бізге не керек екен? Күннің көзі, болмаса мынандай лампалар арқылы не істеу керек екен? Ыстық тарап тез өсіруге болады екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Қараңдаршы, мінекей. 10 күнде көгеріп шығады. Тағы да 10-15 аптада не істейді екен? Өсіп, жапырақтарды көбейеді екен, өркен жаяды екен. Одан кейін сары гүлдер шығарады екен, иә балалар? Сары гүлдерден кейін не істейді екен? Ол түйнектей бастайды екен, түйнек салады екен. Ал балалар, енді біз бұны қайда отырғызамыз? Бұларды далаға, бау-бақшаларға отырғызуға болады екен, иә? Бау-бақшаларға отырғызып, мұның түбін қопсытып, су ағызып тұруға болады екен, иә балалар? Жарайсыңдар. Қане балалар, қарайықшы, гамзет тастарын дұрыстап қояқшы, кәне. Түріне, дұрыстап қоямыз. Жарайсыңдар. Көріне балалар? Енді біз құнарланған топыраққа еккен помидорларымызды көреміз, жүріңдер. Көріне ма, енді бұл құнарланған топыраққа егілген помидорларымыз екен, иә? Қараңдаршы, қандай әдемі болып өсіп тұр. Түптері енді оның неғып жатыр, нығайып жатыр екен, иә? Бұл сәбінен кейін не істейді? Өркен жаяды. Одан кейін гүл шығарады, гүлдері түстері қандай болады екен? Сары болады екен, иә? Сары гүлдерден кейін ол жасыл түйнек салады. Одан кейін ол қандай түске енеді екен? Қызыл түске енеді екен, иә, қызанақ? Қызыл түске енеді екен, иә, балалар? Жарайсыңдар. Қараңдаршы, мінекей. Жапырақтары қандай болып өседі екен? Көрдіңдер ма? Ұнады ма? Біз нені зерттедік сабақта? Көкөніс. Қандай көкөніс екен? Қызанақ көкөнісі зерттедік, иә? Қызанақтың өсіп өнуін көрдік. Түсініңдер ме балалар?
тағы да біз осыны өртен жайып түйнек ашуын зерттей беретін боламыз, иә балалар? Иә. Жарайсыңдар.